Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қатпарлы нанның рецептін ұсынғым келеді. Қатпарлары көрініп өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын рецепт. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен қамырымызды илейміз. Ол үшін таза ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Дәміне қарай аз ғана тұз саламыз. Аз ғана шекер саламыз. Құрғақ дрожжымызды саламыз. Және де сұйық май қосамыз. Осы сұйық массамыздың үстіне ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөлемін. 8 бөліктің 4 бөлігінен бір нан шығарамыз, ал қалған 4 бөлігінен тағы да бір нан шығаратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде қамыр дайын. Келесі кезекте жаңағы алғашқы 4 қамырымызды бірдей етіп, бірдей жұқалықтар жайып аламыз. Қамырымыздың жұқалығы осы видеода көрсетілгендей болса жеткілікті. Енді осы 4 қамырымыздың ортасына сұйық майымызды жағып, бірінің үстіне бірін қойып, орап шығатын боламыз. Қаласаңыздар, сұйық майдың орнына сары майды ертіп жақсаңыздар да болады. Барлық 4 қамырымыздың ортасына міндетті түрде май жағып, осы видеода көрсетілгендей етіп орап шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде дайын. Келесі кезекте осыны орташа қалыңдықта тағы да жайып, арнайы формамызға салып, бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағамыз. Қызып тұрған печкеде 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Бетіне күнжут не болмаса мак сепсеңіздер болады. Әрине ол өз қалауларыңызға байланысты. Мен нанның бетіне мак сеуіп пісіретін боламын. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің нанымыз пісіп дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.